Қыздар сәлем. Тапсырыс Avon On арқылы беруді осылай бастайсыз. Avon On приложение скачать етесіз. Былай шығады. Ағылшынды. Мына бірінші мемлекет Қазақстан басасыз. Мына жерде тіл. Менде қазақ тіл. Орыс бар, басқа тіл бар. Жалғастыру. Мына жерде компьютердің номер тереміз. Одан кейін пароль тереміз. Сосын кіреміз. Мына жерде компьютер номер және пароль тердім. Кіру. Пин-код кез келген 1234 1234 пин-код пайдалану. Бұл кабинет қола деп тұр. Бронза. Алдын ала ескертеді. Түсіндім деп басамыз. Сәлем Камила дейді, я. Мына жерде былай қарай шыққан кезде қола деп тұр мына жерде. Одан кейін шот лимит 60 мың. Жұмсау болатын 60 мың 40 теңге. Әркімде әртүрлі болып шығады мына жерде. Енді тапсырыс беру деп басамыз. Мына жерге тапсырыс бастаймыз. Мына жерде шығып тұрады. Тапсырыс жалғастыру. Мен бұны теріп қойғам. Енді тағы да мына жерде баса беремін. Мына жерде мысалы кез келген код тереміз, я, тапсырыс беретін кодты. Мысалы мен код отказа от каталогов басамын, я. 30-147. Далее дейміз да, шығып тұрады. Код отказа от каталогов дейді. Бірақ каталог барлық адамдарға әртүрлі. Жаңадан тіркеген адамдарға каталог алу керек. Тапсырыс сақтау дейді. Енді қараңыз, мына жерде посмотреть дегенді басамыз. Одан кейін не көрдік? Мына жерде жазылып тұр. Жасыл домалақ товар в наличии бар деп тұр. Сарысы запас ограничен дейді. Қызыл временно отсутствует, қарасы товар закончился дейді. Енді мына жерде көрейік. Сары жанып тұр. Акциядағы заттар сары болып жанып тұр. Мына жерде кейбіреулер жасыл, сары болып тұр, е. Енді жаңа акция бойынша мысалы мен тердім нені? Жаңа әтір, е. Peppery Peaches деген парфюмерный вода 50 мг 6099 теңге. Осыны тердім, және оның қасына көзілдірік женский солнцезащитный очки черный деген біреуін тердім. Сары жанып тұр, бітіп қалу мүмкін. Ары қарай продолжить деп бастым. Мына жерде екінші беті бар, мына жерде де зат таңдауға болады. Ары қарай мен үшінші бетке бірақ барамын. Үшінші бетте тұрады. Мына жерде выберите способ доставки дейді. Мекен жай жеткізу деген басуға болады. Немесе Қазпошта басуға болады. Мен Қазпоштаны тердім. Енді мына мекен жай жеткізу деген басқаннан кейін мына жер өзгерді. Ол кезде не істейміз? Кішкене не қалды. Енді қайттан Қазпошта. Міне Қазпоштасы шығып тұр. Осы адрестен алатын. 13 күні, мысалы қазір жіберетін болсам, 13 күн поштадан алады бұл адам. Одан кейін алдын ала төлеу, ортасында алған кезде төлеу поштадан, немесе алған сон төлеу. Мен алған сон төлеу, өткені шот лимит 60 мың теңге деп тұр. Мына жерде тағайындау. Бұл жерде доверенное лицо. Мысалы Камила басқа сіңілісіне жібереді, Аружанды затымды поштадан алып кетші. Сол кезде бұл мына жерде жазады. Ол кезде бірақ алған сон төлеу болмайды, алдын ала төлеу болады. Доверенное лицо тағайындайтын болсаңыз. Ары қарай төменге түстік. Мына жерде бір деген жай әшейін сан жаза салдық. Енді қорытынды көру. Осы жерде біз не істейміз? Мына жерде нені көреміз? Тапсырыс. Сатылу бағасы 67 629 болды.
размер скидки дейді 15136, предварительная сумма к оплате дейді 53691. Бұл жерде мына 500 теңгеге 500 теңгесі қосып тұр. Услуга по доставке әркімде әртүрлі, біреулерде мысалы виптарда тегін. Ал мына жерде қола болғасын ақылы. Мына жерде соңғы не шығып тұр. Сыйлықтың кодын тердік. Люкс бальзам для губ, Avon Premier Luxe парфюмерная вода 50 миллиграмм дейді. 350 теңгеге мынау сыйлық шығып тұр. Ол қандай сыйлық қазір көрсетемін. Бұл мына сыйлық привилегия бойынша емес, не бойынша. Привилегия бойынша қоладан жоғары сол кісілер ала алады. Міне 46 мыңнан жоғары тапсырыс бер дейді. Оған сыйлыққа 700 теңгеге 2 зат келеді. Premier Luxe әтір және ухаживающий бальзам для губ. Міне Premier Luxe 8,5 мың тұрады, мынау бальзам 3,5 мың тұрады. Соның бәрін небәрі 700 теңгеге аласыз. Осы сыйлық шықты. Мына жерде 23% жеңілдікпен шықты тұр заттары. Мысалы ретінде, крем солнцезащитный 4299, 23% алғанда, мына жерде екеу. Біреуліктен көрсетейін. Little Black Dress деген акциядағы әтір 5999, минус 23%, 4619 өз бағасы жазылып тұр. Осы тапсырыс ұнаса, арғары не істейсіз? Мына жерде галочка қойасыз, я подтверждаю, что ознакомлен дейді, и тапсырыс компанияға жіберу болды. Заказ кетті.